Сәлем достар, сіздермен бүгін айт дастарханымызға өте керемет ерекше дәл осындай чак-чактар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге керек болады су, сары май, жұмыртқаның сарыуызы, сметана, разрыхлитель, тұз керек болады. Суымызды ыдысқа салып аламыз, 2 жұмыртқамыздың сарыуызын саламыз, сметанамызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз және кішкене тұзымызды саламыз. Сары майымызды да салып, жақсылап лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Енді разрыхлителімізді салып, тағы араластырып, ұнымызды аз-аздан салып араластыратын боламыз. Дәл осылай араластырып, қоюланған кезде қолымызбен илейтін боламыз. Бізге жұмсақ қамыр керек болады. Достар, керекті заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын, грамдармен сол жерден қарап жасай аласыздар. Ал енді қолымызбен жақсылап дәл осындай илеп аламыз. Біздің қамырымызда дайын болды, дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Енді салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Енді біз сиропымызды дайындап аламыз. Ол үшін шекерімізді ыдысымызға саламыз және кішкене су салып, кейін осындай лимонный кислота қолданды. Дәл осындай әшейін азғантай ғана саламыз, көп салудың керек жоқ. Енді араластырып, газға қойып қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін 3-4 минут қайнатасыз, болды. Қарап тұрмасаңыз қоюланып қалуы мүмкін. Сондықтан да қарап араластырып қарап тұрыңыз. Енді біздің қамырымыз жарты сағат тұрды. Дәл осындай теп-тегіс қамыр болады. Енді жайып аламыз жұқалау етіп. Достар, менің каналымда тағамдардың, десерттердің, торттардың, салаттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осындай формада кесіп аламыз. Ал сіздерде қамыр кесетін думалақ формаларыңыз болса, сонымен кессеңіздер де болады. Барлығын кесіп алдық. Енді шетіндегілерді алып аламыз. Біздің қамырымыз дәл осындай жұқа болады. Енді форма беріп кесіп алған қамырларымызды жинап аламыз. Кішкене ұн саламыз. Осындай сумен кисточкамызды аламыз. Енді формаларымызға кішкене ұн жағып, сумен дәл осындай ортасынан бір сызық етіп сызып аламыз. Және үстінен тағы бір думалақ формамызды қоямыз, кішкене ұн жағамыз, тағы сумен кішкене сызып аламыз. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз. Бір думалақта 4, 5, 6-ға дейін болуы мүмкін. Мен 5-6 қамырды қойып, дәл осылай бастым. Сіздерде қатты осылай басуыңыз керек. Бір-біріне жабысып тұру керек. Тағы бір рет көрсетейін сіздерге. Дәл осылай су жағасыздар. Тағы ұн сеуіп жағып аласыздар. Тағы су жағасыздар. Тағы қамырымызды қойып, дәл осылай басып аламыз. Біздің қамырларымыз уже дайын болды. Майымыз қызып тұрған болуы керек, өйткені тез жабысып қалуы мүмкін қамырларымыз. Сондықтан да тез-тез салып аламыз. Араластырып тұрыңыз, немесе жабысып бір-біріне әдемі болып шықпауы мүмкін. Сондықтан да араластырып жабысқан жерлерін вилканың көмегімен ажыратып жібереміз. Дәл осылай бізде dumалақ болып шығады. Біздің dumалақ чак-чактарымыз да дайын болып қалды. Көріп тұрғаныңыздай, түстері де әдемі болып шығады, дәл осындай. Ал енді чак-чактарымызды сиропымызға аунатып аламыз. Сиропымыз да дайын болды.
дәл осындай аунатып аламыз. Өте тамаша дастарханыңыздың сәнін келтіретін чак-чактар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және достарыңызбен де бөлісіңіздер. Барлық чак-чактарымызды бірінен кейін бірін салып, сиропымызға аунатып тарелкамызға әдемілеп форма беріп қойып аламыз. Мен чак-чактарым әдемі көрінсін деп үстінен дәл осындай безендіріп шықтым. Ал сіздер қаласаңыздар сепсеңіздер болады, қаламасаңыздар дәл осылай қалса да әдемі көрінеді. Біздің чак-чактарымыз осындай әдемі болып шығады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Сәттілік!